Қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге осындай дәмі тіл үйіретін, жұмсақ болып шығатын, қамыры сондай песочный болып ауызда еритін сочниктер дайындаймыз. Сіз бір жасағаннан кейін дүкеннен алмайтын боласыз. Алдымен жұмыртқамызды, қантымызды, бөлме температурасындағы сары майымызды және де 20% қаймағымызды қосып, үстіне 10 грамм қопсытқыш қосып, біраз қасық 9% уксусымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Барлық заттар жылы болуы қажет. Жақсылап араластырып алғаннан кейін үстіне ұнымызды қосып, осындай жұмсақ, аз ғана қолға жабысатын майлылау қамыр илеп аламыз. Ортасынан салмасын дайындап аламыз. 300 грамм творогқа 150 грамм қантымызды қосып, жақсылап қант пен творог араласқанша осылай араластырып аласыздар. Араласқаннан кейін қамырларымызды тура 50 граммнан бөліп аласыздар. Осында 50 граммнан 20 штук дөңгелекше шығады. Қамырларымызды жайып, ортасын салмасын салып, бүгіп, табамызға орналастырамыз. Табамызды майлаудың қажет жоқ. Өте жұмсақ қамырымыз. Піскенде де жұмсақ болып шығады. Табамызға барлығын орналастырдық. Бетіне жұмыртқаның сары уызын жағып, 190 градусқа 20 минутқа жібереміз. Осылай пісіп шығады. Өте дәмді, жасап көріңіздер. Ас болсын.